Болмаған оқиға жасай деп отырмыз. Бүкіл әлемде бар шығар. Мына үйдің шатырын жерде жинап қойғанбыз. Соны кранменен үстіне қоямыз ғой бүгін. Сондай бір тамашаға бір куәгер болыңыздар. Қалай болады екен көрейік. Gel. Bir milimetrlik şeyde var, endi amat qo'ysa, o'zi kirse bo'ldi ғой, şarabımız 99% o'rnalgan bo'ladi. Gel ortaya gidelim. Önlü falan var ya. Құрметті оқырмандар, бүгінге дейін мен Instagram каналымда, релсінде историяларын көріп жүрсіздер. Бүгіннен кейін енді YouTube каналды тамашалаңыздар. Мына енді тұрған жерім шатыр. Шатырдың үсті, осы шатырды жерде жинап алып, крышаға қазір қоямыз, жоғарылатып. Соны тамашалаңыздар. Жалпылама адамның қолынан келмейді іс жоқ қой. Мына үйім уақытысында қисайған, соны да түзелеп қойғам, оны да YouTube каналға салып қоямын. Салам. Көріңіздер, тамашалаңыздар. Ешкім жасамаған бір қызығы сондай жұмыста жасаймын ғой мен. Жалпама осындай жұмыстарды жігіттер менен көбінесе балдар сұрайды, сіз қорқпайсыз ба? Мынау ертең күні қалай болады деген, жерде шатыр жинағанды ешкі жерден көрмегенбіз, білмегенбіз, естімегенбіз, жалпылама интернеттен көрмегенбіз дейді. Мен өзім енді логика болады ғой адамдарда, осындай сенімді. Мен ештеңеден қорқып тұрған жоқпын, өз-өзімде сенімдімін. Жерде оңай жинап алдық, ешқандай қауіп қатерсіз, ана биікте жүрмейді. Бәрін жеп жеңіл жинап алды да, енді қазір кранменен қоя қоямыз. Мына 4-ші этаж, 4-ші қабатқа қоямыз. Енді ойлаймын енді керемет тамаша бір мына үйдің кішкене уақытысында 2010 жылдар үй салған уақытта көбінесе көңіл бөлмегенбіз. Строительный балдар үйде жүрген уақытта көп деген қателіктер жасап жатыр. Соның бәрі содан бері қаншама тәжірибе құрылыстар жасап, қазір сол қателіктерді түсініп, енді алдын алу үшін өзім көбінесе құрылыстарда қатынасып жүрмін. Бәрін көріп, контроль жасап. Білмеген уақытта, ештеңе білмеген уақытта ол контроль жоқ. Бір жағынан ақшаларын төлейсің, ертеңгі күні сапасыз болып шығып жатыр. А білген уақытта ақшасында дұрыстап төлейсің, контрольді да дұрыстап жасайсың. Сондықтан құрылыстың ішінде жүріп, үйреніп, біліп, содан кейін құрылыс бастағанда дұрыс па деп ойлаймын. Қазір кран келді, салмағы қанша тонна? Иә, мына кран негізі 70 тонналық кран. Қазір осы шатырдың бар салмағы 5 тонна, емаса максимум 5 тоннаға жету керек. Одан аз ғана ауытқуы мүмкін, жалпылама 5 ғана тонна шатыр. 17-ге 10 сантиметрде, 14-те 60 сантиметрлік шатыр. Қазір көріп тұрғандарыңыз. Төртеу болса, төртеуінің ұзындығын көріңдерші. Бәрін жерге көрсе. Кран көтеретін шақыршы деймін. Кранды көй берек оның. Қарауға айтып жүрдім, неден. Жоқ, мұнан бәрін жерде өлшеп алу керек еді ғой. Сол өлшеп алайын дегенім, әкелді.
Ya berші, өлшеп алсын, төртеуі де бірдей болсын деп жатырмын да. Стайды ғой, иә? Я стайды. Точно ғой. Я точно. Кран жайлап көтеріп келе жатыр. Енді ең қобалжитын сәт болып тұр. Қатты қобалжықта тұрған жоқпын. Жалпылама қалай болады деген бір үлкен бір өзімде сұрақ болып жатыр да. Қарап тұрасыздар ма? Мына кетіп бара жатыр. Мына 60 метр биіктікке көтереді екен. Бірақ менің үйім биіктігі енді 4 этаж, 4 қабатты енді 3,5 метрден есептегенде 14 метр. Ары қарай жалпылама жеткілікті. Мұнан негізі 25-30 тонналық крандар көтере алмайды деді ғой. Тек қана 70 тонналық кран. Мына шалқайған уақытта 5 тонналық шатыр десем де 25 тонналық крандар не болды? Көтере алмайтынын мойындады. Жалпылама осы ғой деймін, ең биік, ең үлкен жаңа кран. Кранның бір қиындығы көшемізге сыймай қатты қорыққаны бола ма? Мынаны енді жинап алдым. Көшеге кран сыймай, не істеймін деген сияқты. Өте қатты қобалжылу. Сол жерде қатты қобалжыдым негізі. Кран егер көшеге сыймағанда бітті ғой, мынандай шатыр жинап алып не істейсің одан кейін? Ойлаңыздаршы, өте қиын осы жер болды. Осы сәт болды маған. Қазір сонда балансировка ортаға қойылды ма? Я. Жайлап, көтерді. Анерде, былай. Көтер болғанда тұра тұрыңдар. Ей, тоқта. Көтересің. Хорош! Жерге түсек енді нормально, әдемі болды. Тура центрге қойдық. Жай. Енді арғы үйлердің шетіне кетіп қалмаса болды. Сол жақты бақылайық. Жайлап көтереміз да. Болды ма? Давай, бісміллә, давай, бұрыштар ұста. Бұлай ұстап тұрыңдар, жігіттер. Ал, жайлап. Ал, бісміллә-рахман-рахим. Мынау негізі апрель айында жалпы шатыр жинап қойғанбыз. Наликомонт уақытысына келмейді, ұзақ мерзімде тұрып қалды негізі. Наликомонтты заказбен алдырып, бір жағынан балдар да босамады. Бісміллә, кетті. Ал енді. Аман есе көтерек. Ана бұрыш не болды? Аржақтан бір не алақтырамыз ғой дейм арғары. Неге? Ар жағы көтерілмей қалды ғой. Бекбат тұрғанша бұрыштан көй. Несі бар тұр? Біреу няға жүзікті көріп троста. Онда бар ғой, тростың біреуін ар жаққа байлайық та, ар жағы, арғы бұрышқа. Кім? Арғы бұрышқа байламадық па? Жоқ қалды? Қай жағы? Енді? Баланс керек, баланс. Бір ары қарай ма? Жоқ, негізі. Рация жоқ. Болды, көтерек. Көтер. Болды, бәрі түсті. Артқа кетіп бара жатыр бері қарай. Алға шығармаса мына бері қарай кетіп бара жатыр ғой. Жерге қойма. Бұрысы бері қарай кетіп бара жатыр деймін. Көтерсе, не қойбатсын? Ары қарай, сәл, Ары қарай. Тода. Стрелканы няқа жіберсің? Стрелка арқа жіберсен, неге жібермей атсың? Стреланы алға ете. Мына артқа қарай кетіп барды ғой. Сүрме. Қай қоясың, қоймасашы. Қай қоясың, уже жерге кетіп жатыр ғой. Қай бұрса? Мен түсінбей жатқан неге алға жетермейсің мұнан?
Mına meni sтреланы шығар шарға, ар жағда тиіп жатыр. Екі жағда тиіп жатыр. Стреланы біраз шығар шарға қарай. Енді ал енді көтеріп едік. Мынау менің шатырым енді кедергі болып қалды. Жалпылама стреланы шығара алмайды екен. Мына кранның өзі 70 тонна кранның өзі аз ғана ден шығара алмайды. Енді мына шатырды алып тастап, қазір қайтып көтерейін деп жатырмыз ғой. Біраз жұмыс созылып жатыр енді. Біраз қызық болып тұр. Енді мына кранның жаңа стреласы жетеді ғой деп жетпеді. Алға қарай созылмады. Ана о жерге дейін барды ғой. 60 метр дейді, 60 метр шықпайтын сияқты ғой. Бұлар. Мына ток дейді. Мына бар ма? Қай жерін астынан кесу оңай ма? Қай жерінен кесу оңай? Усиление қою керек. Қайсы? Ол құламайды ғой. Астынан бір нәрсе қоя салайық, темір. Брус көп қой. Кім? Мына бар ғой. Сол жерден кессең әдемі. Жоқ, кім? Тоқташы, кім? О жерден кескенмен бар ғой, мына асты көтерілмейді ғой. Екі жағын кесе сашта да стойканы. Мына стойкын қала берсін да, стойкының жан-жанын кесіле ме? Мынау шатыр кету керек қой, мына стойк ұстап тұр ғой. Ау? Қайсы? Ермектің жұмысы хош? Көтермей жатыр ма? Жоқ, тиіп қалды. Мына бері қарай, арғай шығар десе, мына шығармай жатыр ғой. Аударылып кетеді дейді ғой. Аударылып кетеді дейді. Білбеймін, мен басу керек еді. Груз. Ана, сіздермен кіресі бар ғой жәке. Ар жаққа қою керек еді. Салмақ, өгізді көтереді. Ой, алғай, қысетіне. Абайла. Міне ана дұрыс істеп жатқан жоқ. Ана үйдің крышасы жоқ екен ғой, соған қойсаңдаршы. Жұмыс созылып кетті. Қазір бір жерде шатыр болған. Соны алып тастадық, енді аман болса көтереміз. Екінші попытка, бірақ төбедес навес меше
kesir болып алып таста деді. Ал енді бисмиллахиррахманиррахим. Не болады екен? Әрбір жұмыста қиындығы болды. Себебі біз есептеген жоқ, навес кедергі болады деп. Кедергі болған үшін қаншама уақыт алып жіберді. Ал енді жайлап көтерейік. Ал көтер. ар жақта итер керегіміз бе, бері қарай анан ор кетпей ме екен? Жоқ, бері қарай келетін болады. Бұлай, қазір барам. Арқа көтеріліп тұр. Давай, во. Сол жағын қарап. Ана жіпте бар, жіптен тұтар. Ал ана, жоғары кет. Бисмиллахиррахманиррахим. Шатыр аша. Стреласа тимей ма? Al. Kerevет benim, kep kaldı. Az gana. Şene. Tamam, saklayıp. Высота қанша аға? Al. Высота. Buna göre de жерден высота 15-18 метр болады ғой. Жоғары. Hadi lastik öyle durmuyor. İyi bak, bak olmaz durma. Ya lan, şansa? Кішкене бар, 5 сантиметр, ана. Yok, çıkarmaya durur mu? Ha, bu var. Hadi. Yok, bu kötülüğü alır mı? Çıkarma. Ой. Az sürüksüler, çabuk. Yakına salıyor, yakına salıyor. Стоп! Алаға бұйыртса мына шатырды көтеріп үстіне қойып алдық. Ya төбеде тұрмыз енді. Бұның размері, ауқымы қандай болды, қандай қиындықтар болды қоятын кезде? Негізі жалпылама размері 17 метрде 10 сантиметр, былайынан 14-те 60 сантиметр ғой. Жерде жинап алдық. Енді шатырдың үстіне қойдым. Мен ойлаған жоқпын. 700 метрлік кран не түзіліп қоя алмайды. Бір реттен қойып алдық та, енді қазір кранды жылжытып, дұрыстап әдемілеп қоямын. Негізі кран біраз дұрыс болмады. Біраз нервке тиді ана. 1-2 мына әдемілеп тұрып миллиметрлеп жасаған нәрселерін бір 6-7 жері майып. Шеттерін шамалы сырып алды. Сырып алды. Енді соларын бәрін дұрыстау керек. Бізде аға мына жерде есеп бойынша бір 5 тоннада деп есептеп жаңа. Есептен 5 тонна. Кранын көтеріп атқан кісі айтып жатыр, 7-8 тоннаға дейін бар дейді салмағы. 7 тонна жоқ енді. Точно білмеймін енді. Бұл 70 тонналық кран дегені мен енді көңілімнен шықпады. Бәрі қоя алмай
қисайтып, көп жерін қисайтып қойды. Енді қазір орнын жылжытты кран. Қазір дұрыстап енді түзелеп қоятын шығармыз деген ойдамын. Енді ары қарай бүлдірмейтін шығар, дұрыстап көтеріп, дұрыстап қойып берсе болды. Жалпылама кішкене қисайды. Бұл жақта енді процесс қазір қойып алдық. Енді бұл жақта қазір айландырамыз ғой, бұл крышаны айландырып, ойынан 0-ге қою керек. 0-0 отырғызу керек қой қазір. Астына стойкалары уровеньде тұр, соған 0-ге отырғызу. Бәрі орны, бәрі стойкада тұр. Қазір бәрін дұрыстап істеп қойғанбыз, тек қана дұрыстап алып қойсақ болды. Енді қазір тұрған жерімізді қисық, ар жаққа сыртқа қарай ауайын деп тұр ғой. Иә, мына үстіне тұрудың өзі шамалы қорқынышты болып тұр біздерге. Аға барлығын көрсетіп жатыр. Осындай жаста болса да крышаның үстіне шығып, қорықпай жастармен бірге видео түсіріп көрсетіп жатыр. Достар, сонымен тамашалаймыздар. Шатырдың үстіне 16-17 метр биіктік қой. О жерді қайда қарасаң, біздер қайда жүрміз, а? Иә, өте керемет. Мына Алматының панорамасын көрсеңші. Қандай керемет, а? Таудың панорамалары. Сонымен тамашалаймыз достар, қазір шатырды айландырып толығымен орнына қоямыз. Ары қарай қалай қойылғанын сіздерге көрсететін боламыз. Енді өте салмақ түсті бұл жолы. Не себепті? Себебі кранның ана жеткізе алмай, көтер алмай, айқай, сол жағына кішкене ашуландық, басқа жағына бәрі жақсы. Жалпылама енді біткен есебі ғой, аз ғана көтеріп дұрыстаймыз болды. Енді ең басты бар ғой, ойлаған арман, ойлаған план, жоспар тура болды ғой, бітті. Басқа ештеңе жоқ. Тек қана кранның дұрыс емес болмағандығы болмаса, қалған жағынан бәрі балдар енді шетінен шебер жұмыс жасап. Бұйыртса 5-10% қалды, айландырып орнына қоямыз. Ары қарай көретін боласыздар. Бұл нәрсені тек мен жасадым ғой Қазақстанда. Сондықтан бірінші Жандарбек осы шатырды жерде жинап крышаға қойған 4-ші этажға. Осылай болу керек. Жұмыс жасасаң, өзіңе сенімді болсаң, барлық нәрсе адамның қолынан келмейді, іс жоқ. Тек қана ниет болу керек істейін деген. Істейін деген ниет болатын болса, болады бәрін. Күнде тауда жүгіру, барлық ер азаматтар, еркек болатын болсаңдар, таңертең ұйқыны жеңіп ерте тұрмасаңдар, енді ондай еркектерді мен кейбір кезде түсінбей қаламын. Былай айландырсау керек, былай айландырдыш, былай, көріп кетеді. Жоқ, мына қысқа екен де бұлар. Айландырады. Не отырғыз қады ол? Отырғыз көтеріп алды ма? Көтерді. Жалпылама шатырды қойдық. Бәрі жақсы. Тек қана 2 сантиметр алға кетті ма кім? Жен. Қая кетті? 2 сантиметр. 2 сантиметр кетіп қалды ма? 2 сантиметр кетіп қалды. Енді оны біз өзіміздің тәртіп бойынша сол 2 сантиметр өзіміз жайлап қоямыз. Мінеке қазір полностью шатырды отырғыздық. Енді өңдеу жұмыстары, ремонт жұмыстары ары қарай көрсетеміз. Қалай болатыны керемет бір дизайнсыз қойдық. Әдемі. Негізі жақсы өмір сүруге не жетсін. Мен қолымнан келді. Жұмыстан қайтпау керек. Өз-өзіңе сенімді болу керек. Мына жерде шатыр жинап, міне төбесінде қойдық. Бір әрине қиын болды. Кранның біраз проблемалары болды. Кішкене жерлерін бәрі сырып алдық. Ештеңе етпейді. Ең бастысы 0-0 төбеге қойып, кәдімгідей шатырды былай айтқан уақытта Қазақстан бойынша, еміз әлемдегі бойынша мен бірінші рет осылай жерде жинап қоя салған шығармын. Бәрін оп-оңай 10 күнде бітірген балдар негізі. Ең басты азаматтар, менің истористеріме қараңдар, қалай адам шынығу керек, қандай болу керек. Жалпылама өмірде ер азаматтың қасиеті, жалпы қалай айтсам екен, мықты отбасын құра біліп, өмірде бір із қалдыруымыз керек қой. Тек қана ішім жем емес, ана мынау күлкі, ойын күлкімен, боша, билеп жүргеннен гөрі еңбек жасайық бәрі. Еңбектің түбі үлкен зейнет бар, ар жағында рахат бар. Сондықтан еңбектен қашпайық. Бір ер азаматтар таңертең ерте тұруды насихаттап жүрмін. Истористерімізді күнделікті көріп жүріңіздер. Инстаграм каналыма жазылып қойыңыздар.